Чеков, құрметті көрермен, екі болуы міне кеуде түйістіріп құрмет білдірді бір-біріне. Амангелді Төлемісов ширек финалда Жамбыл облысының болуаны Бағдәулет Қазыбектен басым түсті. Ал Мансұр Әлшеков болса өзінің жерлесі шығыс қазақстандық және бір болуан Сафуан Мұратбековті қапы қалдырды. Осылайша міне жартылай финалда екі болуанның жолы түйісіп отыр. Ендеше қазір міне қызыл белбеулі болуан Амангелді Төлемісов, көк белбеулі болуан Мансұр Әлшеков екенін тағы да естеріңізге саламыз. Дәл осы ретте айтып өту керек, Әлшеков Мансұр биылғы Қазақстан біріншілігінің күміс, ал Сафуан Мұратбеков алтын жүлде иесі болған. Алайда соқыр жеребенің нәтижесінде Шығыс Қазақстан облысының қос бірдей спортшысы алғашқы кездесуде жолдары түйісіп, демек күміс жүлдегер Қазақстан чемпионының жолын кесті. Сәйкесінше енді дәл осы Алтай аймағының намысын қорғау құрметі дәл осы Мансұрға тиесілі. Енді Мансұр мен Амангелді арасындағы айқастың алғашқы минуты сырғып өтуде. Алматы қаласының палуаны, қазақ күресінен Қазақстан Республика чемпионатының жеңімпазы, Қазақстан кубогы чемпионатының жеңімпазы, Алматы қаласының палуаны бүгінгі жарысымызға 360 ұпай жинап 5-ші орын иеленіп, бағын сынап жатқан палуан. Оның қарсыласы Көкберендегі палуан Әлшеков Мансұр, Шығыс Қазақстан облысының палуаны. Биылғы жылғы Қазақстан Республикасы чемпионатының күміс жүлдегері. Бүгінгі жарысымызға 374 ұпай жинап, 4-ші орында иемденіп, бағын сынап жатқан палуан. Шығыс Қазақстан облысының палуаны. Сонымен естігендеріңізде, құрметті көрермен, екі балуан рейтингте қарайлас ұпай жинаған. Мансұр Әлшеков 374 ұпай иеленген болса, рейтингте 4-ші орында тұрған болса, Амангелді Төлемісовтің орны 5-ші. Ол жыл барысында 360 ұпай жинаған екен. Яғни жыл бойы осынша ұпай еншісіне жазған. Ендеше қазіргі сәтте бір бүк ұпаймен ВК жаңа достармен кездесетін орын. Ол туыстар мен жақындар біздің қоңырауымызды алда Көкберенді балуан тұр. Ендеше Алматы қаласының өкілі Қызылберенді балуан қазір қайрат көрсетпесе жоқ, қазір екеуінің ұпайы теңескен. Құрметті көрермен, бір бүк ұпайы соңғы сәтте Төлемісовке бүк ұпайын бергенін көрдіңіздер. Ал қазірше тамаша және тағы да Қызылберенді балуанға бір бүк ұпайы беріліп отыр. Қарсыласты қарсы қимылды ұстады, яғни әдіске қарсы әдіс қолданып жіберді. Екі балуан ұзақ аңсып тұрып қалған секілді. Құрметті көрермен, сәл белсенді қимылдамаса, екеуіне де ескерту берілетіні күмәнсіз. Сондықтан қазір белсенді қимыл күтеміз. Және жартылай финалда спортшылар көбіне шынымен де народ тәуекелге бармай, қарсыласының қателігін күтіп жүрген сияқты. Әрине алтын жүлдеге таласуға мүмкіндік беретін жолдаманың иегері анықталады. бүк ұпайы бір жамбас ұпай берілген Мансұр Әлшековке. Қызылберендегі палуанның жаттықтырушысы бұл шешіммен келіспейтін сияқты. Қайталап көрсетіп жіберсеңіздер. Сонымен осы бір әдісті қайталап тамашалайық, құрметті көрермен. Міне, аяқтың астынан көтеріп тастады. Және бұл жерде таза жамбас ұпайы секілді. Яғни Мансұр Әлшековтың қарсыласты жақсы айналдырып жүргенін көрдіңіздер. Бұл жерде бірінші қолын тіреп қалған екен. Сондықтан бүк ұпайы деген шешім шығарып жатса да. Артық болмайды, көрейік сонымен. Төрешілер кеңесі ұзағырақ өтіп жатыр. Кімнің қандай шешім шығаратынын қазір сәл
1-2 минуттан кейін 1 минутқа жетперіне толықтай білеміз. Және жартылай жеңіс ұпайын беріп отыр. Құрметті көрермен, ендеше бұл жерде тіпті Мансур Әлшеков жеңіске бір табан жақындай түсті десек болады. Ал қазірше тізесін тіреп қойды. Жоқ. Бұл есепке алынбайды. Құрметті ағайындар, қазір әдіс есептелмейді. Төрешінің тоқта деген пәрменінен кейін болды. Тізесі тиді қазір көк. Бередек палуан әдіс жасағанда бірінші тізесі тиді. Сондықтан төрешінің тоқта деген пәрменінен кейін болды. Қазір белдесудің соңғы минуты жүруде жартылай жеңісімен көк бередегі палуан алды ағайын. Және тағы да көк беренді балуанның шешілді. Және екінші жартылай жеңіс, сонымен таза жеңіс, құрметті көрермен. Айқын басымдықпен жеңіске 3 минут 24 секундта 74 келі салмақты ақтық сынға жолдама алды. Мансур Әлшеков, құрметті көрермен, шығыс қазақстандық Мансур Әлшеков финалға жолдама алды. Ол өзінің жерлесі тағы бір шығыс